болды. Толқу басылсын, иә? Толқу жоқ. Асықпай, толқымай. Алдында 6-ауын алдым, кейін 3-еуіне балама деп алдым да, 3-еуін өзіме деп алып ем. Балам жұмыста болғаннан кейін іше алмады, уақытылы да. Кейін мама сіз іше беріңізші деп әкеп берді. 6 коробкасын ішкен кезімде, Құдайға шүкір, рахмет, мына тізем қақсап, ұйықтаған кезімде аяғымды жинап жатсам, ішімді аяғымды қайтып жазамай қалатын тұғымын. Жазылмай қалатын тұғым, қақсап ауыр, ішім түйіліп. Кейіннен осы Саумалмен хабарласып, Салтанат қызға осындай жағдайымды айтып едім, апа алып ішіп көріңіз деді. Салтанат ол біздің сауықтың сыры орталығының білікті маманы. Кейін осындай жағдайлардың бәрін айтып, түсіндірді, неғылды. Кейін соменен 6-ауын ішіп тауысқаннан кейін давление дегенің 200-ден түспейтін тұғын. Ойбай, қалай жүрдіңіз? Апта сайын скорейге шақырып тұратын тұғын. Құдайға шүкір, қазір 140-тан аспайды. Бір анда-санда сәл неғып қаламыз ғой, енді ауылдың адамы болған кейін ертеді, сол кезде 60-ға көтеріледі, одан артық көтерілмейді. Осы Саумалдың арқасы, Құдайға шүкір.